гаджеттерге көп қарау көзге қалай әсер етеді? Гаджеттерге қарау, жалпы гаджет болсын, кітап болсын, қашықтығында оның зияны. Ұзақ уақыт адам жақынға қарай берсе, 1-2 сағат, 3 сағаттап видеолар, кинолар жақын қашықтыққа қарай берсе, адам алысқа қарауы нашарлай береді. Балалар үшін экран алдында отырудың қауіпсіз уақытта қанша минут болуы қажет? Экранға қарау уақыты жалпы шектеулі, үздіксіз жақынға қарап отыра беруге болмайды. Гаджеттің қай түрінде де жақынға 40 сантиметр қашықтықта 40 минут қана қарауға болады. Көздің шаршағанын қалай білуге болады? Көздің шаршағанын адам жалпы бірден түсінеді. Екі еселене бастағанда, немесе көз бұлдырайды, көзден жас ағуы мүмкін, жас ауырауы мүмкін. Осы кездерде көздің шаршағандық белгісі.